Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біздің бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыз географиялық карталар, нысандарды, құбылыстар мен үдерістерді картада көрсету тәсілдері. Оқушылар, сендер географиялық карталар туралы өте көп білесіңдер. Географиялық картаның басты элементтері бұл картографиялық бейнелеу. Картографиялық бейнелеуге біз шартты белгілермен көрсетілген картаның мазмұнын жатқызамыз. Олардың көмегімен картадан белгілі бір мөлшердегі ақпаратты алуға болады. Сондықтан шартты белгілерді картаның біз тілі деп атаймыз. Нысандарды, құбылыстар мен үдерістерді бейнелейтін шартты белгілердің жүйесін картографиялық бейнелеу тәсілдері деп атаймыз. Енді картаға түсірудің негізгі 4 тәсілі бар. Оның біріншісі масштабтан тыс белгілермен картаға түсіру тәсілдері. Ол өз ішінде 3-ке бөлінеді. Белгілер тәсілі, нүктелік тәсіл және картодиаграмма тәсілі. Екінші картаға түсірудің екінші тәсілі бізде сызықтық тәсіл деп аталады. Ол да өз ішінде 3-ке бөлінеді. Изосызық тәсілі, сызықтық белгілер тәсілі және қозғалыс тәсілі деп аталады. Картаға түсірудің үшінші тәсілі бізде аумақтық тәсіл деп аталады. Ол өз ішінде 2-ге бөлінеді. Біріншісі сапалық фон тәсілі, екіншісі картограмма тәсілі. Ал төртінші соңғы тәсілі бізде аумақтық немесе масштабтан тыс белгілермен картаға түсіру тәсілі деп аталады. Ол өз ішінде ареалдар тәсілі деп бөлінеді. Енді біз картаға түсірудің осы 4 тәсіліне жеке-жеке тоқтайтын боламыз. Бірінші белгілеу тәсілі. Белгілеу тәсілі өз ішінде геометриялық, әріптік және суреттік болып 3-ке бөлінеді. Геометриялық тәсіл. Көріп тұрғандарыңыздай картада Қазақстанның пайдалы қазбалар картасы берілген. Бұл жерде геометриялық белгілермен, яғни үшбұрыш, квадрат сияқты белгілерді пайдаланып, пайдалы қазбаларды көрсетіп қойған. Екінші әріптік белгілер. Бұл жерде химиялық элемент символдарымен белгілеген, яғни Қазақстандағы пайдалы қазбалардың таралуын осы химиялық белгілер арқылы картада көрсеткен. Үшінші тәсіл бізде суреттік тәсіл деп аталады. Суретте Қазақстанның қай жерінде қандай жануар мекендейтінін осы картаға сурет салу арқылы көрсеткен. Бұны суретті белгілер немесе пиктограмма деп атаймыз. Келесі тәсіл бізде нүктелеу тәсілі деп аталады. Бұл тәсіл арқылы жалпы құбылысты, мысалы, ауыл шаруашылығы картасында егістік жерлердің орналасуын көрсетуге болады. Әрбір нүктенің белгілі салмағы болады. Мысалға, бір нүкте 3000 гектар күріш егістігіне сәйкес келеді екен. Нүктелердің саны арқылы Түркістан облысында, мысалы, 200 мың гектар бидай, 30 мың гектар жүгері, 3000 гектар күріш егілгенін оңай есептеп шығаруға болады екен. Мысалға, бірінші суреттен көріп тұрғандарыңыздай, бір нүкте бұл 500 гектарға сай келеді екен. Келесі тәсіл бізде картодиаграммалау тәсілі. Бұл тәсіл географиялық картаға диаграммалар, яғни дөңгелек, квадрат, бағана тәрізді диаграммаларды түсіру болып табылады. Диаграммалар абсолюттік статистикалық көрсеткіштерді бейнелейді. Мысалы, тұрғындар саны, өндірілген мұнайдың мөлшері немесе жиналған астық. Ол үшін біз не істейміз? Мәліметтерді облыстардан, аудандардан және елдерден жинаймыз. Сондықтан картодиаграммаларда үнемі әкімшілік шекаралар көрсетіледі. Яғни ол әкімшілік шекара дегеніміз аудан, облыс, елдер тобы немесе әлем сандары анық көрсетілуі тиіс. Мысалға, көріп тұрғандарыңыздай картада Қазақстандағы халық саны динамикасын және халық тығыздығын көрсеткен.
Екінші картада халықтың табиғи өсімін Қазақстан бойынша қай өңірде қанша табиғи өсім болғандығын түрлі түсті бояу арқылы, диаграмма арқылы көрсеткен. Келесі тәсіл бізде картограмма тәсілі. Бұл аумақтық белгілер арқылы картаға түсіру тәсілінің бірінші түрі болып табылады. Бұл топқа сапалық фон және картограмма жатады. Картограмманың картодиаграммадан өзгешелігі ол салыстырмалы статистикалық көрсеткіштерді бейнелейді. Мысалы, 1 километр квадрат жерге келетін тұрғындар саны, яғни халықтың орналасу тығыздығы. Мысалға, қала тұрғындарының барлық халық санына қатысты алғандағы үлесі немесе урбандалу деңгейі. Үшінші мысал, жан басына есептегендегі өнім мөлшері. Бұлардың барлығы есептік көрсеткіштер. Картограммада, картодиаграммадағы сияқты олар аудандар, облыстар, елдер тобы немесе әлем елдері бойынша беріледі. Картограмманың картодиаграммадан екінші айырмашылығына тоқталатын болсақ, ол ондағы басты нәрсе бояу түсі болып табылады. Яғни, көрсеткіш неғұрлым қою болатын болса, онда бояу сол жердегі көрсеткіш жоғары деген мағынаны білдіреді. Мысалға, картадан көріп тұрсыздар, Қазақстанның картасында қою түсті білдіреді, және мына төмендегі Қазақстанның көк түсті картасында бұл жерде халықтың орналасу тығыздығын көрсеткен. Қай жерде халық жоғары, сол жердің бояуы қою болып бейнеленеді. Бізде соңғы тәсіл ареалдар тәсілі деп аталады. Грекше арея аудан деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде ареалдар тәсілі аумақта масштабтан тыс белгілерді де пайдалануға мүмкіндік береді. Мысалы, Қазақстанның орман шаруашылығы картасында әртүрлі орман түрлері, қарағай, самырсын, сексеуіл өсетін аумақтары түрлі түсті пішіндермен бөлінген. Бұл мысалды сіздер оқулықтың 32-ші бетіндегі 13-ші суреттен көре аласыздар. Ареалдар тәсілі. Сонымен оқушылар, біз картаның тілі деп бұл тек шартты белгіні ғана емес, сонымен қатар топонимдер, географиялық терминдер, мысалы оларға жазық, шығанақ, шын сияқты, және сапалық, мысалы тұзды көл, қарағайлы орман және сандық көрсеткіштер бұл биіктік және тереңдік белгілері, сипаттамалары да болып табылады. Сонымен картаның басты элементтері ол картаның шартты белгілері. Шартты белгілер болмаса, біз ешқандай картаны оқи алмаймыз. Оны картаға түсірудің әртүрлі тәсілдерінде пайдаланады. Олар үлкен көлемді ақпараттарды көрнекі түрде беруге көмектеседі. Назарларыңызға рахмет.